Армысыздар қазақ халқым, мен Бекмагамбетова Сабина Илдар қызы, туған жерім Кенаш ауылы, тәуелсіздіктің 30 жылдығына арнап жазылған авторлық өлеңімді сіздерге ұсынамын. Тәуелсіздік елімнің мақтанышы, тәуелсіздік жерімнің асқақ күші, желбіреп тұр көгімде бабалардың тері менен жасалған асыл ісі. Аңсау менен қанша бабам өткен еді, біздер көрген тәуелсіз мына күнді, қадірлейік, қастерлейік, ақ халқым-ау қолдағы қасиетті барымызды. Есімде ме желтоқсанның суық желі, тоңдыртып кеткен еді жанымызды, ақтабан шұбырынды тарихтағы мықты қылып көрсеткен еді қанымызды. Бәрі біздер үшін болған екен, тыныштықта тербету үшін әнімізді. Асқақтасын, желбіресін әр қашанда қасиетті еліміздің еркіндігі. Құрметті қазақ халқы, баршаңызды тәуелсіздіктің 30 жылдығымен Кенаш ауылының атынан шын жүректен құттықтаймыз.